Қайырлы күн, қымбатты достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен хрустящий қытырлақ самса жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қалаған еттеріңіз алсаңыз болады. Сиыр етін немесе қойдың етін. Етімізді алып, осылай төрт бұрыштап турап аламыз. Орташа ұсақтықта, сосын оның үстіне пиязды ұсақтап көбек етіп турадым. Кішкене шармайды өте ұсақ етіп турап қостым. Сосын оны шетке қоя тұрамыз. Дайын салмамызды. Енді қамырмен айналысамыз. Бір жұмыртқа, 250 немесе 300 мл су және бір шай қасық тұз қажет болады. Барлығын салып араластырамыз. Осылай шамалы вилкамен араластырып аламыз. Сосын қолмен жұмсақ, қолға жабыспайтындай, аса жұмсақ емес, аса қатты емес, орташа жұмсақтықта қамыр илейміз. Қамырымызды бір 15 минуттай илесек, әдемі болып шығады, ие қанып. Ұнымызды осылай аз-аздан қосып, қажетінше қамырдың өзінің қалауынша илейміз, қосып илейміз. Орташа жұмсақтықта қамыр шығу керек. Осылай ыдыстың шетін тазалап отырып, қамырымызды илеп аламыз. Илеп болған қамырымызды осылай зуала жасап, 10-15 минутқа бетін жауып, жылы жерге қоя тұрамыз. 10-15 минут демалған қамырымызды алып, осылай жұқартып, жайып шығамыз оқтауменен. Аса қатты жұқа жаюдың да қажеті жоқ. Сосын мен тоңмайды ерітіп жақтым жайылған қамырымыздың бетіне. Ал сіздерде тоңмай болмаса, сармайды ерітіп, сосын суытып жағып шықсаңыздар болады. Мен қолмен жақтым. Қолмен жаққан жылдам әрі ыңғайлы болғандықтан сіздер щеткамен жағып шықсаңыздар да болады, қалауларыңыз бойынша. Осылай бүкіл қамырымыздың бетіне майымызды жағып шығамыз. Аса жұқа емес, аса қалың емес, орташа осылай майымызды жағып шығамыз. Сосын рулет сияқты ораймыз қамырымызды май жағып болған соң. Рулет сияқты орап болған қамырларымызды өзіміздің самсамыздың көлемі қандай болған қалаймыз, соған сәйкес кесіп шығамыз. Осылай бөліктерге бөліп кесіп шығамыз. Сосын қамырымызды, кесілген қамырымызды үстінен бір басып, жаюға оңай болу үшін бір басып шығамыз, дәл осылай. Видеода көрсетілгендей. Үстінен басып шыққан соң қамырларымызды оқтау көмегімен осылай жұқартып жайып аламыз, домалақтап. Жайып, бүкіл қамырымызды жайып дайындап алған соң, оның ортасына жаңағы алдын ала дайындап алған салмамызды салып шығамыз. Сосын қамырымыздың екі шетінен осылай қысып, үш бұрыш етіп пішінге келтіреміз. Үш бұрыш етіп самсаларымызды түйіп шығамыз дәл осылай.
суы ағып кетпеу үшін арасы ашық болып қалмаса жеткілікті. Листімізға салып, самсаларымызды бетіне бір жұмыртқаны жақсылап араластырып, бетіне жағып шықтым. Самса қызарып, әдемі болып шығады. Қалауларыңызға сай бетіне күнжіт сеусеңіздер болады. Сеумесеңіздер де аса қажет емес. 180-200 градуста 20-25 минут пісіріп аласыздар. Міне самсамыз дайын. Хрустящий, қытырлақ, өте дәмді самсалар болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Рецепт сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде сіздерге де ұнайды. Ұнаса соңында лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.